Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Energy Time, студияда Аяжан Әбдіқалық. Бүгін сіздермен ауқымды бағдарламалардан бастау алған мамыражай мамырдың маңызды оқиғаларымен бөлісеміз. Кемеміздегі әрбір бөлімде еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікті сақтауға аса мән беріледі. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барша қызметкерлері үшін қауіпсіздік ережелерін білу міндет болып табылады. Осы тарапта мекеменің Қарғалы электр желілері учаскесінде өрт кезіндегі қауіпті жағдайларда қызметкерлердің өзін-өзі ұстау алгоритмі пысықталып, тәжірибелік сабақтар өткізілді. Қарғалы аудандық электр желілер бөлімінде өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында жоспарлы түрде оқу жаттығулар өтті. Қарғалы аудандық өрт сөндіру қызметкерлерімен бірге өрт қауіпсіздігін алдын алу мақсатында оқу жаттығуымыз сәтті өтті. Қызметкерлер өздеріне жүктелген міндеттерді орындай білді. Күн жылынып, жұмыстың, тіршіліктің нағыз қайнайтын шағы келді. Бұл уақытта энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауқымды жұмыстарды жүзеге асыруда. Қаламыз бойынша жаңа бағаналар орнатылып, желілер мен қосалқы станцияларға жаңарту және жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Биыл 2024 жыл май айынан бастап біздер план бойынша 4 подстанция плановый ремонт. Ішіндегі оборудование алмастырдық бәрінде. Жаңартып, бәрін тазалап, жуып, бояп, ақтап алып істеп жатырмыз бәрінде. Оборудование алмастырып, план бойынша қандай жазылған, сол орындап жатырмыз бәрінде. Әлі де осындай жұмыстар әлі жалғаса береді. Мекемедегі басты жаңалықтардың бірі кәсіби шеберлікті шыңдау мақсатында жыл сайын өткізілетін электромонтерлар жарысы өткізілді. Электр желілік учаскелері бригадаларының жарысы 2024 сайысына қалалық және аудандық учаскелерден барлығы 16 команда қатысып, бақ сынасты. 6 кезеңнен құралған кәсіби іс-шараға электрик мамандарының жұмыс барысынан бірнеше кәсіби тапсырмалар мен жаттығулар берілді. Әрбір маман өздерінің біліктілігін байқатып қана қоймай, қарым-қабілеті мен тәжірибесі толасқан шеберлер екендігін дәлелдей білді. 2 күнге созылған кәсіби жарыстың қорытындысы бойынша сынақтан сүрінбей бірдемде тыңғылықты жұмыс көрсете біліп, жүлделі бірінші орынды Мұғалжар электр желілері учаскесі иеленді. Ал жедел жұмысы мен жинақылықтарын көрсете білген Хромтау электр желілері учаскесі екінші орынды қанжығасына байланды. Ал үшінші орында Ақтөбе қалалық электр желілері басқармасы иеленді. Жарыс өте қызықты әрі тартысты өтіп, әр қатысушы өзінің шеберлігін таныта біліп, кәсіби біліктіліктерін көрсете білді. Мекемеде жоғары білімді, өз кәсібінің шебер мамандарының жұмыс атқаруы маңызды. Осы орайда энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде әрбір жұмысқа қабылданушы маман кадрлық комиссиядан өтіп, қызметке қабілеттілігін растайды. Энергосистема мекемесінде қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кадр комиссиясы арқылы жүргізіледі. Кадр комиссиясының отырысы апта сайын өткізіледі. Жұмысқа қабылданушы үміткерлер мекеме ережелерімен танысып дайындықпен келеді. Ал комиссия құрамы үміткерлерге қызметке байланысты сұрақтар қою арқылы жұмысқа қабылдауға шешім қабылдайды. Білім сапасы әрбір маманның қызметінің сапасымен тең. Осы сапаға қол жеткізу үшін мекемеде қызмет атқаратын әрбір маман мерзімдік емтихандық жұмыстар арқылы сыналады. Ал емтихан барысын көрсету үшін байланыста әріптесім Әдемі Сайлаубай. Біз дәл қазір емтихан алаңындамыз. Мерзімдік білімге біліктілігін арттыру мақсатында жоспарлы түрде өткізілетін емтиханға мекеме қызметкерлерінің дайындығын көрейік. Біздер қалай айтамыз, распоряжение нарядка айырмашылығы? Устные задания, которые оформляются. Қайырлы күн. Бүгінгі емтиханды қандай мақсатта тапсыруға келдіңіз? Бұл емтиханды жылдық өзіміздің мерзімдік емтиханымыз, білімімізді тексеруге. Біліміңізді растау үшін келіп отырсыз. Соған келдік. Емтиханға дайындығыңыз қалай? Ойдағыдай деп ойлаймыз, енді кіргеннен кейін белгілі болады ғой. Қандай нәтиже күтесіз емтиханнан? Жақсы нәтиже деп күтеміз енді. Категориямен қалай жұмыс істейміз? Ол қалай жұмыс?
жалпы емтихан сұрақтары қандай тақырыптарды қамтыды және бүгінгі емтиханда қандай нәтиже көрсеттіңіз? Емтихан өз ойымдағыдай өтті, ешқандай қиындық болған жоқ. Өзім жылдық білімді бағалап шықтым. Қандай тақырыптарды қамтыды емтихан? Қауіпсіздік техникасы ережелері, бұны өз пациенттерден сұрақ қойды. Ешқандай қиындық болған жоқ. Бүгін біздің оқу орталығымызда мекеме қызметкерлерінің білім біліктілігін растау емтиханы өткізілді. Емтиханда техника қауіпсіздік ережелері, өрт қауіпсіздік ережелері және техникалық эксплуатация ережелері қамтылды. Кезекті мерзімдік емтихан орталық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізілді. Аталмыш емтихан 3 жағдайда тапсырылады. Жұмысқа жаңадан қабылданған қызметкерлерге, кәсіби біліктіліктерін растайтын қызметкерлерге және де кезектен тыс тапсыратын қызметкерлерге. Сынақтан өтуші мамандар өз дайындықтарына лайықты нәтиже көрсетті. Ақтөбе қалалық коммуналдық қызметтері абаттандыру челленджін бастады. Тазалық жұмыстарына белсене атсалысатын энергосистема ұжымы тазалық эстафетасын қолдап, челленджді жалғастырды. Коллектив энергосистем принимает челлендж от Казтрансгаз Аймак по уборке подстанций ПОШ 110/10 и за пределами территории. Коллектив энергосистемы передает челлендж Актюбе Суэнерджи Групп по уборке нашего города. Мекемеде дәріптеліп келе жатқан қазақ стайл дәстүрі бойынша мекеме қызметкерлері әр жұма күні іскерлік киім стилін ұлттық нақыш элементтерімен ұштастырып киінуді жалғастырып келеді. Ұлттық киім үздік үрдіс ұранын ұстана отыра қазақы нақышта өмірді бірге жарқынырақ етеміз. Мамырдағы маңызды жаңалықтар тізбегі осындай. Энергосистема мекемесі қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады. Электр қауіпсіздік ережелері жөніндегі толық ақпаратты мекеменің ресми энергосистема 04 парақшасынан таба аласыздар. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар. Динара Манарбек қызы, Аяжан Әбдіқалық, Әдемі Сайлаубай.